Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді, құйрық майға қуырылған қойдың қабырғасынан жасалынатын қуырдақтың рецептімен бөлісемін. Сіздермен қаламқас, видеоны соңына дейін қараңыз. Осы құйрық маймен қуырдақ жасауға сіздерге кеңес берер едім. Себебі қазіргі майларға қарағанда сол құйрық майдың пайдалы жағы өте көп. Енді бізге керек заттар: қойдың құйрық майы, ұсақтап турап аламыз, қойдың қабырғасы, картоп, пияз, қалауыңызға қарай сарымсақ, қызанақ, дәмдеуіштер қосуға болады. Қызып тұрған қазанымызға құйрық майды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Яғни 20 минуттай қызартып қуырамыз. Қызара бастағаннан астындағы отын жоғарылатамыз. Себебі енді қызарып тұрған майымызға пиязымызды, етімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Шамамен 20 минуттай қуырып аламыз. Содан соң картопымызды, қызанағымызды, дәмдеуіштерімізді, сарымсағымызды салып, жақсылап қуырамыз. Жақсылап араластырып шығамыз. Әрине барлығын орташа отта пісіреміз. Себебі етіміз қатты болмау үшін, картопымыз езіліп кетпеу үшін 30-40 минуттай бұқтырып қоямыз. Қуырдағымыз дайын, өте керемет, дәмді, сулы болып шықты. Картопымыз да, етіміз де өз бабында жақсы пісіп шықты, езілмей. Сіздермен бірге болған қаламқас, видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.